Мына миллион жарым, мына 200 мың, миллион 700 мыңды сумкаға салам. Мен білмеймін, көз түсіріп үлгерем бе, үлгермеймін бе? Көз түсіріп үлгеру керек по идее. Яма берік кәм. Андай Мальдив аралынан келген сияқты, как будто берік бар ғой. Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Сендерге жақсы жаңалығым бар. Ол маған да жақсы жаңалық. Мен өзіме штатив сатып алдым блогқа. Енді блогтар өте качественно шығады. Қалай енді качественно шығады? Мен бүйтіп сол алып қолымды енді удобно істей аламын бүйтіп. Блог түсірген кезде әдемі кадр қоя аламын. Қазір үйде сөйлемей-ақ қояйын да, лучше далада сөйлейін да. В общем, бүгін необычно киініп алдым, я білем, стильно киініп алдым что-то бүгін. Ну, как удобно екен, как күшті болды екен, нормально ұстап тұра алдым енді. Қазір енді, в общем, мен Нұрланға айтып жатырмын. Алдыңғы білесіздер ме, Амир екеуміз фильмге түстік қой, киноға, қысқа метражды фильмге. Соны қазір бүгін Амирдің сценарын түсіреді. Мен сценарым болды, мен сірә басып болдым. Адамдар енді біртүрлі қарайтын болады ма. Үлкен камера, 10 мен қоса үлкен штатив алып алдым, ана 30 сантиметрлік дейтін. Нешеге деп ойлайсыздар? 15 мың теңге үшін сендерге инвестиция жасадым достар. Қазір мен бүйтіп максимально бүйтіп түсірейін, чтобы адамдар вниманияларын алу үшін, адамдар қараймай екен, көрейік тұрып жатқаныма, бүйтіп мен жүріп жатқаныма. Қарайды екен адамдар. Сағат 5:50 болды. Мен білмеймін, көз түсіріп үлгерем бе, үлгермеймін бе? Көз түсіріп үлгеру керек по идее. Опа. Мопедчиктер. Жаман ұйқым келіп тұр ғой, ё-ма, вообще. Вау. Базар жоқ. В общем, сол мен ұйықтағым келіп тұр. Жестко ұйықтағым келіп тұр прям. Таңертеңнен бері ұйықтамағаннан біртүрлі ғой енді. Алланың үй жағына келдім. Ашмел ғой. Что там? Қалсаң. Мен шашып отырмын, ё-ма, брат, вообще. Нормально тапсың қай. Солқа вообще. Құтты болсын штатив. Рахмет. Нұрлан в курсе. Құтты болсын. Білмеймін. Мен қазір Нұрланның камера алып кетемін. Мен Нұрланды мәжбүрледім менің қолымда қарауы. Спасите. Құтқарыңыз. Кайфин, монитор бар ғой менің қолымда қарауы. Как вы не совпадили на терезе? Мына терезе ғой. Мына миллион жарым, мына 200 мың, миллион 700 мыңды сумкаға саламыз. Ал Нұрболат саған сенем ал. Ана манат па? Миллион 700 мыңға сатып жүрсем болады на сумканы. Миллион 700 мың не десеңдер ішінде камера достар. Sony'дің. Все, брат, давай. Давай. Камераны сындырып алма, брат. Все, брат. Кешірім сұраймын. Бұл Нұрлан екеуміздің фильмінің. Тегі барым. Ебой ұлып тұрған тегілер ғой. Маған Есентай молға келсін деді. Есентай молға баратым. Қаяқта күтем алғарды. Келген жоқ, бірінші мен келдім. Как всегда мен бірінші келдім. Приятная атмосфера. Адамдар жүр деловой. Тауларды айта алмадым енді достар. Жеті 25 болды сағат. Матбеттің ойнап қалады дейсің ғой, короче. Опа, Бержан келді. Алейкум ассалам. Актерсың ғой, сен. Недегі? Тот самый. Фонмен ба? Яма, берік кәм. Андай Мальдив аралынан келген сияқты, как будто берік бар ғой. Ассаламу алейкум, брат, айдасың. Нұрболат. Бержан. Отыр. Әдем атып кет. Мында профессиональный съемка болмады дейді. Білмеймін мына. Қай жерде профессионал көріп тұр білмеймін. Үлкен камера көрсе болды әйтеуір профессионализм. Телефонмен түсіруге болады дейді. Әйтеуір білмеймін, охранниктер тиісінеді әйтеуір. Ұнамайды маған сондай.
пакеттің ішінде не бар? Мәссаған. АВП. Мына бүйтіп көресің, бас. Не деген загад мынау. Дәлелдер шыққанмын. Автобус ішіне апармай. Амир қапты. Амир, мен айттым киюшке келсін деп. Кел. Nerede duruyor? Асықпай өте Мен шаршап тұрмын достар. Вообще ынтам жоқ влог түсіруге, бірдеңе істеуге. Біліп тұр кәдімгідей. Бұл влог кәдімгідей біртүрлі шаршы. Сам вечно бірдеңе ұнамайды деп жүреді. Пластика киіп аласың үстіңе. Какой-то, не знаю. Я одеваюсь как хочу. Жоқ, былай классика, мынауың спортивный. Классика кигенде астыңа не спортивный киіп аласың. Не? Жоқ, типа андай үстіне, короче, кейде андай уличныйге киген кезде. В общем, мен кетіп қалдым. Что-то шаршап тұрмын. Все, давайте джиги. Давай асып кеттім, короче. Мен енді үйге кеттім. Айға қараңыздаршы. Қандай? Білмеймін. Неге әдемі? Не деген сұрақ мынау, далада өзім жүрмін. Кішкене ойланады екенсің, өзің жүрсең, жаяу жүрсең еще білмей тұрмын мен қазір бар ғой, шаршап тұрмын достар. Уалейкум ассалам. Все, удачи, брат. Блог, я. Бейтіп сырттағылар толып жатыр әйтеуір. Атакентке келдім, мұнда намазхана бар. Вообще екінші этажда намазхана бар. Енді ең ұзақ күткен лифт осы шығар. Кішкене дауыс ақындау екен енді. Мен білмеймін қазір не жейін. Скорее всего мен қазір халас ашайын. Бұл реклама емес. Өзім сатып алайын жеймін. Қандай сатқан бар? Я сол, короче, өзіме ходок заказ бердім. Комбо. И кола заказ бердім. Тағы да өзіме ходок заказ бердім, біреу жеп тастадым. Бүгін экстрим көп болды, бірақ мен шаршап отырмын, қатты шаршап отырмын. Бұл видео көбінесе разговорный видео болып қалған сияқты, керемет намазхана бар екен мына жақта. Вах, альхамдулилля. Кайфеге келгенде үлкен жұмыстан кейін, білмеймін не жұмыс жасадым, білмеймін, әйтеуір как будто жұмыс жасадық. Мен ерте тұрдым ғой, вообще ұйықтап отырмын ғой достар. Мен таңғы 4-те тұрдым да, сол 4-тен бері әлі ұйықтаған жоқпын, мен ұйықтай аламын. Алдындағындай әлбетте ұйықтап қалып, 6-да тұрған жоқпын мен. Спокойно. Режиммен ұйықтасам болды, иншалла. Осымен влог бітті. Қарағандарыңа рахмет. Соңына дейін арнаға тіркеліп лайк басайық. И иншалла номер 1 Қазақстандағы блогер болуға көмектесіңдер. Давайте.